коммунистік жүйедегі дара билеушілдік жүйенің шексіз билік болады ма? Мысалы, оны неге айтып отырмын? Қазіргі Тоқаевтық жүйеде коммунистік жүйе. Тоқаевтық жүйе Назарбаевтық жүйеден аманатқа қалған жүйе. Сондықтан Нұр Отанды аманат деп отыр. Ал Тоқаевтық жүйенің жұмыс істеу формасы тура сол Сталиндік, Маудық, Лениндік, жаңа Хрущевтік жүйемен еш айырмасы жоқ. Бұл есектастардың барлығының қайнар көзі сол Ленин, Сталин, сол Хрущев, ана Маудан кейінгі, сол бұл коммунистердің барлығы сол. Өзіне қарсыластардың бәрін өлтіреді. Мысалы, Алтынбекті өлтірді, Заманбекті өлтірді. Мысалы, міне қарсы сөйлеген Арон Атабекті өлтірді. Арон Атабай кімді өлтірді? Дулат Ағаділді, оның ұлын өлтірді. Коммунистік жүйе тек қанмен ғана келеді, қанмен ғана аударылады. Бірінің басын бір жұтып, бірінің басын бір шауып келіп отырған дүние. Бұларда жаңа батыстық демократия бойынша билік ауысу деген мүмкін емес. Мысалы, 100 мыңғалық ереуілге шығып, Лукашенконы кетіре алды ма? Жоқ. 100 мыңғалық ереуілге шығып, кімді кетіре алды ма? Жоқ. Мынау Тоқаевтық жүйеде сол. Тоқаевтық жүйе, Тоқаев ана тақты сіздер. Тоқаев кет қойдың қой, шаршады ғана. Сенің осы сөзіңнен кетпейді ол. Оны тек қана кәдімгі күшпен ғана кетіресіңдер, басқа амал жоқ. Сосын ол сен жаңағы мына біздің қазақтар менің ең күйіп кететін соға. Мынандай болып жатыр, белсенділер қайда деп өткенде біреу Фейсбукке жазғанда әгім оқып алып, еңіреп жыладым ғой, белсенділер қайда дейді. Ананың өзімен қатысы жоқ екен. Белсенділердің шаруасы екен, жеке меншік. Міне, мен айтайын дегенім. Міне, соңғы кезде 15 минуттан асырмай лекция сөйлеп жүрген мен неге сонша езіп отырып қазақтарға түсіндіріп отырмын? Қазақтар азаттыққа шығуы мүмкін. Қытайдағы 5 миллион қазақ, анау қасиетті Іле Алтай Тарбағатайымызда, анау жер жаннаты Жетісудың ең шұрайлы жерінде, Іле өзенінің басында, Алтайдың Ертіс өзенінің басында отырған өзіміздің 5 миллион қазағымыз, мына екі судың басын, Абылай атамыз айтқан, судың басын алмасаң су менікі демегін деген, сол екі өзеннің басында отырған қазағымыз, жер жаннаты Іле Алтай Тарбағатайда отырған қазағымыз ертең азаттыққа шығуы мүмкін. Бұл бір. Екіншісі, Қытайда апалай төпелей бір жағдай болуы мүмкін. 91 жылғы Совет одағы сияқты. Ал осы апалай төпелей жағдай болғанда, анадан қорқып, мынадан үркіп отырамыз ба? Жоқ, бір ұрамен, бір аттанмен атқа мінеміз ба? Жоқ, қарап үйдеп отырамыз ба? Ертең оны қолына 5 тал көсеу темір ұстаған қалмақ дүнгенін қырып кетіп, Қытай қырып кетіп, адыраңдаған анау кеп, алтауының басын шауып, желпілдеген мынау кеп, жетеуінің басын шауып, селкілдеген мынау кеп, 8-інің басын шауып, тоқыраңдаған біреу кеп, 9-ның басын шауып, сөйтіп, қазағымыз көрінгеннің көз түртпегіне қалмай ма? Ұстағанның қолында тістегеннің тісінде кетпей ма? Ендеше сол жердегі қазаққа қалқан бола аламыз ба? Қорған бола аламыз ба? Менің бүгінгі айтайын деген сөзім осы. Сондықтан біздің қазақтың жігіттері мынау Қытай басып алған қазақтың жеріндегі қазақтың амандығы мен сол жердегі қазақтың амандығы және сол жердің қазақ жерінің амандығы деген мәселе біздің қазақ азаматтарының әрбір өзін еркек сезінетін, тіпті қыз қарындастарымыз, әпкелерімізге де айтайын, барлық қазақтың бұл жерде міндеті. Себебі қазақтың жерін орыс та, Қытай да телім қылып бөліп алды. Анау Орынбор бірінші Астана ол өз жеріміз еді. Анау Сарытау өз жеріміз еді. Кереку, Қызылжар өз жеріміз еді. Каспийдің арғы беті өз жеріміз еді. Омбы, Томск өз жеріміз еді. Кешегі Абай атамыздың жайлауда бүлдірген теріп өскен жайлаулары өз жеріміз еді. Енді осының барлығын, оның бәрі шетелдікі деп айта алмайсың. Оның бәрі ата бабамыздың өз жері, Абылай бабамыздың өз жері. Мынау Шығыс Түркістанның жерін Қытай жаулап алған кезде сізден бізден ақыл сұраған жоқ, күшпен келіп жаулап алды. Орыс-Қытай Іле келісімі, Орыс-Қытай Тарбағатай келісімі деп алды. Екі атақты өзен, Ертістің басы Қытайда қалды, Іленің басы Қытайда қалды. Абылай бабамыз аманаттап кетті. Судың басын алмасаң, су менікі демегін деді. Демек, біздің бұл лекциямыздың басы қазақтың азаматтарына мына ата бабадан аманатқа қалған қазақ жерін түсіндіру. Бұл көзқарас естеріңізде болсын. Мынау қазіргі сызған шекара. Назарбаев кейін өз қалауынша кесіп бере салды. Өскемен Зайсанның біраз жерін, Нарынқол кегеннің біраз жерін кесіп бере салды. Қытайдың территориясы баяғыдағы біз білетін 9 миллион 600 мың шаршы квадрат километрден кетіп қалды. 10 миллион бірдеңке болып кетті. Оның бәрін кім? Қытайдың анау біздің кезде айтатын 9 миллион 600 мың квадрат километр жерден 10 миллион бірдеңке кім өсіріп берді? Назарбаев өсіріп берді. Қытайдың жерін картасындағы цифрға дейін өзгеріп кетті.
Оны кім өсірді? Ешкімнен жер алған жоқ. Гонконг құрттай жер, Макау құрттай жер. Жердің бәрін Назарбаев кесіп берді. Сөйтіп Қытайдың география сабағындағы Қытай мемлекетінің территориясына дейін квадрат километрінің санына өзгеріп кетті. Сондықтан бұл жоңғар, Атажау жоңғардың иті, бұл қазаққа жасаған сұмдығы соншалық, қазақтың жерін оңды солды үлестірді. Қазақтың байлығын оңды солды үлестірді. Енді қазақтың баласы. Біз сол Абылай бабамыздың аяғының ізі қалған, Қабанбай бабамыздың жаңа қанды шайқастары болған сол ата бабамыздың жерін алу керекпіз. Ол біздің ұрпақ алдындағы міндетіміз, тарих алдындағы міндетіміз. Абылай бабамыз айтты, судың басын алмасаң, су менікі демегін деді. Ертістің басы Қытайда атасының басына қалды ма? Іленің басы Қытайда атасының басына қалды ма? Қазақ судың басын шарасыздықтан, амалының жоқтығынан жеңіліп қынадай қырылған соң берді. Абылай неге судың басын алмасаң деді. Абылай қай суды айтып отыр? Ертіс пен Ілені айтып отыр. Ертең Іленіңді бу болады. Ертісіңді бу болады. Ертісіңді буғанда бүкіл Өскемен Семейің қағыр апат болады. Іленіңді буғанда бүкіл мынау Алматың, Жаркентің, мына Қапшағайың, Балқашың бірақ апат құрынады. О кезде мына Аралдың солғаны, Аралдың сусызданғаны, оңтүстіктің құм басқаны, Қызылорданың құм басқаны деген жай ертегі сияқты болып қалады. Ана жер жәннаты жетісуыңды бірақ құм басады. Соны біліп, анау әулие бабамыз Абылай судың басын алмасаң, су менікі демегін деп, соны Абылай айтып кетті. Неге? Дертпен айтып кетті. Ал бүгінгі мынау Құлғытанның тұқымдары, ол Қытайдың жер дейді. Өй, Қытай деген одан ары, анау Тибеттің ар жағында олар. Қазақтың шекарасы Тибетке дейін шектеседі. Тибеттің 6 тайпасының 2-еуі қазақ, сол кейін Тибет тесіп кеткен. Сенбесеңдер Тибеттің әнін ютубтен тыңдаңдар, ана ән деген ортақтық болады. Мына араб парсын тақ дейтін тықылдағы әндері, ол араб парсы сарттың қаны сіңгендер солай болады. Былай қарасаңыздаршы, мына сарттасқан түркі халықтарының бәрі бүйтеді. Сосын мына үнділік халықтарға сіңісіп, үнділік сипат болған халықтарға айтады, ай, палау дәмді бапты дейді. Дәмді болса басың дейсіз емес пе? Дәмді болып дейді. Құптаған нәрсесіне басын бүйтіп шайқайтын, бұл үнді халықтарын саз. Сенің атың Серікжан ба десе, мен битем егер үндіс болсам. Мен басымды шайқасам мойындағаным, басымды изесем теріс дегенім. Мына үнділік, мына қараланып, қоңырланып сипат болған халықтардың, ай, палау дәмді екен деп бүйтіп, ана, не дейді, қай жердің наны еді? Ташкенттің қасында бір қаласы бар, ай, соның наны керемет деп бүйтіп таңырқап, анан сілекей ағып кеткенде мен аңтан қаламын. Нанды айтып сілекейің ағасың, қазақ ешқашан Астананың наны керемет еді, Өскеменнің наны керемет еді деп қазақ өллахи айтпайды. Ол сарттардың мінезі. Және бірден кейін сөйтіп бір жердің тамағын, ана пәленше жердің бірден кесі керемет, түгенше жердің, бұл сарт мінез. Ол қазақтың мінезі емес. Екінші бірден енді битсе басын битіп айту, ол да Үндістаннан келе жатқан сарт мінез. Біз сарт мінездік, Үндістаннан келетін сарт мінездік, Парсыдан келетін сарт мінездік деген сарт мінездік бар. Қысқасы, оның бәрін, оны кейін айтайық. Менің айтайын дегенім, мына қазақтың қаны бұзылмаған, таза қазақы, кәдімгі келсең кел, қанға қан, жанға жан дейтін, ата бабасында батырдың, тектіліктің жаңағы ізі қалған, сарттаспаған, қаны бұзылмаған, кәдімгі ана сарт сауанменен шаңдаспаған қазақтар, ол Абылайдың, Қабанбайдың, ата бабаның аманатын біледі. Ол армандай түс көрсе де, ол омбыны түсінде көреді. Ол Кереку, Қызылжар, Томск, Саратауды жер түсінде көреді. Ол Іле Алтай, Тарбағатайды, ол өмір аяғы тимесе де, менің жерім дейді. Ол текті қазақ. Ана сарт болып кеткен, шатысып кеткен, ана қатын еке отырып, палауға 5 сәбіз қосайық па, 6 сәбіз қосайық па дегеннен арға бармайтын есек бастар, оған ол қызық емес. Оған қызық емес. Ол мынау жаңағы ата бабаның аманаты деп, табанынан түрілген нарлар, төс табаны түрілген нарлар жортар жол екен, төсегінен түңілген ерлер жортар жол екен деп, жаңағы төсегінен түңіліп халқының қамын жейтін қазақтың жігіттеріне айтамын мен мынаны. Анау қатынымен отырып палауға 5 сәбіз қосам ба, 6 сәбіз қосам ба деп бір тәулік ақылдасатын жігіттер, тыңдамаңдар, бұған әңгіме айтпаңдар. Ой, ал Қытайдың жері, ол Россияның жері, чота баста ауыртпашы дегенді айтпа. Сен сол қатыныңмен тағы бір тәулік ақылдас, палауға 5 сәбіз қоса ма, 6 сәбіз қоса тәмлік бола ма. Соны сен ақылдас.
Сенің міндетің сол, біздің міндетіміз. Біз мына қазақтың болашағы, ұрпақтың тағдырын біз шешеміз. Сондықтан жаңағындай әңгіме айтатын жігіттер мына сарт сауандасып, қаны бұзылған жатырдан шыққандар, сендер мына теманы түсінбесеңдер, ана әңгімеңді айтпай, ана сәбіз талқылай беріңдер. Ертең біз соғысқа аттанатын кезде дұрыстап палау басып арт жақтан жіберіп тұрсаңдар, біз ана жауды қынадай қырып, ата бабаның жерін, қазақтың жеріне жерді қосып, қазақтың еліне елді қосқанда дұрыс палау басып бізді күтсеңдер болды. Басқа әңгіме айтпаңдар. Мына жерде анау мынау деп қыңыр қисық әңгіме айтып, басты қатырмаңдар. Себебі өздерің палауға қосылып кетіп жүрмеңдер. Өздеріңді біз палауға қосып, сендерді мына палауға қосып бірге бүйтіп жібермейік. Сондықтан қазақтың азаматтары біз сақадай сай болу керекпіз. Идеологиялық жақтан осы әңгімені талқылау керекпіз. Бұл әңгіме мынау әрбір қазақтың жүрегінде бір қан ойнап тұр. Назарбаев 30 жыл езгілесе де қан ойнап тұр. Бізде кек тұр. Біздің ата-бабамыздың кегі тұр орыс пен Қытайға кеткен. Біз сол қорлықты көріп, мына өспей, езіліп, тапталып келдік. Енді жаратушы бізге де бір дес беретін кез келіп тұр. Мен сол үшін айтып тұрмын мына әңгімені. Бұл тек өзін соған лайық дейтін азамат. Мүмкін осы тыңдап отырған жігіт ағасы, ақсақал, мүмкін менің бауырым, мүмкін сен қара жұмыс істеп тұрсың, мүмкін сен дәл қазір такси айдап тұрсың, мүмкін сен автобус жүргізіп тұрсың, мүмкін сен КамАЗыңда кетіп тыңдап тұрсың. Жасыма бауырым. Мүмкін сен анау Қызылордада күріш егіп жатсың. Мүмкін сен көктемде осы бір көкшөп шалаң болсын деп қара жұмыс істеп жүрсің. Мүмкін сен үйіңде отырып, салқында отырып, мені тыңдап отырсың. Қазақ осындай күн келе ме деп. Неге келмейді? Келеді. Сен жасыма. Сені езіп қорғылған Назарбаевтық жүйе. Мына Назарбаевтық жүйе және Тоқаевқа аманатталған мына жүйені құлатудың жалғыз жолы мына іргедегі екі жауға Құдайдың жазасы келген күн. Мына Путинге Құдайдың жазасы келгенде, не мына ит Қытайға Құдайдың жазасы келгенде, Тоқаев деген ол ешкі сияқты, ол бақыруға, мәдеуге шамасы келмей қалады. Тоқаевты бите саламыз ол кезде. Сондықтан қазақтың жігіттері ол орай деген келмейді. Мына ойбай, армия, сармия, оның бәрі автоматты біз жақ көтеді. Естеріңізде болсын. Мынау мүмкін емес. Бізді езіп тұрған Тоқаев емес, мен сіздерге айтайын. Бізді езіп тынысымызды алдырмай тұрған Назарбаев демес. Сол Назарбаевтық әулетті, құдіретті қып, қазақтың төбесінен әңгір таяққа ойнатып, қазақтың ұлын құл қызын күң қып, өсірмей, мына қазақ жерін құртып отырған сол Қытай мен орыс болатын. Сондықтан Қытай мен орыстың біреуінде Құдайдың жазасы кеп, Қытай мен орыс тасталқан болған кезде қазақтар ойламаңдар, бізге тіпті қарудың да керегі жоқ. Бізге қарудың да керек жоқ. Қазақтың армиясы автоматты біз жақ көтеді. Қазақтың полициясы автоматты біз жақ көтеді. Мына министр, депутаттар, мына қалың сүмелек, мына референдумды өткізетін ана Қарин деген шайтан мәйтаның безіп жоғалады. Ол қаша берсін шетелге. Қайда қашса содан тауып аламыз. Қазіргі технология бойынша тауып аламыз оларды. Бірақ бір нәрсе қазақтың жігіттері. Мына Қытай мен орыстың біреуіне Құдайдың жазасы келген күн біздің көтерілетін күніміз. Менің айтайын деген сөзімнің түйіні осы. Біз ол кезде мына жай қолымызбенен ақ, мынау Тоқаевтық жүйені тасталқан қып тастаймыз. Міне сосын қазақтың нағыз бағы ашылатын күн сол кезде болады. Сондықтан мен осы лекциямды тыңдап отырған әрбір қазақ, қиналып отырған әрбір қазақ, бағы ашылмаған әрбір жас бозбала інім, әрбір өмірін Назарбаевтың 30 жылда ырықты және ырықсыз қалде итшілікті өткізіп жіберген, өкініп жүрген, әрбір мынау жоқшылықта кредитте қиналған жеңгелерім мен келіндерім, қарындастарым мен әпкелерім, әрбір осы әттеген ай осыншама ұланғайыр далада, осыншама мол байлықта жүріп, неге осы бір жарым ай өмір сүрдік деп жүрген менің қалың елім қазағым, жасыма. Саған Құдай орай беретін кез келді. Мына іргеміздегі ата жау, орыс пен Қытай бізді сорлатып отыр. Назарбаев бар болған олардың жаңағы менеджерлері, Назарбаев бар болған олардың бізді басқаруға қойып қойған администраторлар. Тоқаев деген ол есектің есегі, иттің итаяғы ғана, басқа түк емес. Оның армиясы бір-ақ секундта шешіледі. Ана құжынап бүгін сендерге үрей боп, қорқыныш боп, судья боп, сот боп отырған 5 секундта олар шешіледі. Олар таудан келген көшкін қалай құлап
сияқты мына жүйе өздігінен құлайды. Бірін бірі білмей балапан басына, тұрымтай тұсына қашып жоғалып кетеді. Ал олар жоғала берсін. Мына мемлекетті қолға аламыз. Қазақтың Қытайға кеткен есесін аламыз. Қазақтың Орысқа кеткен есесін аламыз. Міне, осы арманменен бүкіл қазақ дүрк қозғаламыз. Менің айтайын деген сөзім осы. Ал қалың елім қазағым, аман бол, қара орман халқым. Әрбір рухы жасыған жігіттерім, әрбір рухы жасыған менің аға бауырларым, әрбір 30 жыл өмірін Назарбаев ұрдаған жігіт ағасы ақсақал болған ағаларым, жасыма бір жақсы күн келе жатыр. Қазақтың еліне елді қосатын, қазақтың жеріне жерді қосатын, ата-бабадан аманатқа қалған армандарды орындайтын жақсы күн келе жатыр. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.